Логопедиялық массаж балалардың сөйлеу тілінің бұзылуының алдын алу және түзетудің тиімді құралы болып табылады. Сөйлеуді дамытуға көмектесетін белсендіретін процесстер ему, жұту, шайнау қимылдары. Баланың дамуы мен дұрыс тамақтану үшін қажетті ауыз функциялары. Жұту, ему және шайнау қабілеттері болып саналады. Баланың жаңа туылған күннен бастап оның дамуына ауыз функциялары маңызды рөл атқарады. Нәрестенің сору қабілеті жоғарғы қатты таңдайды қалыптастырады және оған тамақ қабылдауға мүмкіндік беретін негізгі функциясы. Баланың сөйлеуін қалыптастыруда қатты таңдайдың жағдайы маңызды рөл атқарады. Қатты таңдай сөйлеу аппаратының маңызды элементі болып табылады, өйткені ол сөздің айтылуына керек дыбыстардың дыбысталуына қажетті ауа ағынын бақылауға көмектеседі. Қатты таңдайдың қалыптасуы баланың даму интеллектісіне әсер етеді, өйткені ол зейін, есте сақтау және ойлау сияқты когнитивті функциялардың дамуымен байланысты болады. Сондай-ақ бала сөздерді сөйлемді айту кезінде қарым-қатынас жасау үшін ему кезінде қолданылатын бұлшық еттерді қолдануы қажет екенін ескеру маңызды. Сонымен қатар, сору нәрестедегі ему жүйке жүйесінің жетілуінің алғашқы белгілерінің бірі болып табылады. Бұл функцияның дамуы көптеген жүйке орталықтарының жұмысымен байланысты. Соның ішінде гипоталамус, гипофиз және мидың басқа бөліктері бар. Бала денесіндегі дене температурасы, тыныс алу, ас қорыту, ұйқы және сергу сияқты процестерді жүйке орталықтары реттейді. Сорудан басқа, жұту, шайнау және сөйлеу сияқты басқа да ауыз функциялары баланың дамуында маңызды рөл атқарады. Жұту нәрестеге тамақ пен сұйықтықты жұтуға мүмкіндік береді, ал шайнау нәрестеге тамақты сіңіруге және жақбет аймағында бұлшықет тонусын дамытуға көмектеседі. Шайнау баланы қосымша тамақтандырудың арқасында жүзеге асырылады. Қосымша тамақтану сөйлеумен байланысты, өйткені қосымша тамақтану процесінде бала шайнау және жұту үшін қажет бұлшықет бақылау мен үйлестіруді дамыта бастайды. Бұл өз кезегінде сөйлеу үшін қажет ерін, тіл және жақ бұлшықеттерінің дамуына көмектеседі. Егер сезімтал кезеңде, яғни 4 айдан 6 айға дейінгі уақытта қосымша тамақтану өткізілмесе, онда баланың тамақты дұрыс шайнауға және жұтуға деген қабілетсіздігіне әкелуі мүмкін. Бұл тағамға құсу реакцияларына, болашақта құрамы қатты тағамдарды қабылдамауға әкеледі. Сонымен қатар, бұлшықет дамуындағы бақылаудың болмауы баланың координациясына, сөйлеуінің дамуына кері әсерін тигізеді. Қосымша тамақ балаға тағамның әртүрлі құрылымын игеруге мүмкіндік береді, осылайша шайнау мен жұтуды дамытады. Бұл дыбыстардың дұрыс айтылуын қалыптастыру және сөйлеудің жалпы дамуы үшін өте маңызды. Сондықтан тамақтану және сөйлеу үшін бір ғана бұлшық еттер қолданылатынын ұмытпаңыз.